Да, нормально, нормально. Здоровье, я переживаю, вам придется вот это купить. Бизнес дегеніміз не, ол бір адамның бір мәселесін шешіп беру. Ақылы жарнаманы таңдаймын. Себебі бұл топқа шығуға өте көп үлесін қосады. Маска негізі қазір керек та. Қазір денсаулық важнее деген сияқты. Ең көп тапқан кісі осы жан болды. Таза маржасы өзіме 10 000 теңге. 23 000 теңге алады. 20 минутта таза пайда 57 000 теңге. Жалғызбасты аналарға қарап отырса, мен айтам. Соң бір күні ойладым, естіп жүре берсем не болады? Мен айтатын едім, НТ-дан құлап қалсам да ештеңе етпейді. Не үшін реалити шоуға келдің? Сәлем! Байланыста бизнес бастау. Бүгін біз бизнес по коронавирус бағдарламасынан екінші сериясын түсіруге келдік. Бүгін өте қызық болмақ, себебі біздің алмаздықтар өзара сайысқа түсетін болады. Бизнес дегеніміз не, ол бір адамның бір мәселесін шешіп беру. Екі форматта жарысатын болады, біреуі офлайн және де онлайн тұрғыда. Онлайн тұрғыда, білесіздер, OLX-қа салады, немесе Instagram-ға салады. Біздің енді алмаздықтар әзірге тек OLX-ті ғана үйренді және де сатуды үйренді. Осы екеуін қолдана отырып, OLX-қа жарнама салып, онлайн сататын болады және офлайн түрде осы жерде жүрген жандарға өзінің өнімдерін сату арқылы ақша табатын болады. Және де өзара сайысқа түсетін болады. Ендеше алмаздықтар дайын. Өзара жарысады, кеттік, бастайық. Рекламамды қазір енді ала берсе, 1-2 сағаттың ішінде заявка түсуін күтемін. Ақылыға қоям. Строительство деген несі бар, бөлімі бар. Сол жерде кірпішке қойып отыр. Мен OLX-қа 3D ручканы салып жатырмын. Бұның бірінші мен объявление беріп алдым, осыны алдым да. Чтоб білу үшін алама адамдар алмай ма, қанша просмотр болады. Маған 3 заявка түсті. Бүгін енді тағы да салып жатырмын. Бірақ топқа шығарам бүгін. Мен қазір OLX-қа объявление салып жатырмын. Мебель из палетқа. Палеттен былай айтқанда мебель жасауға, оны мен бірінші зерттеп алдым. Сұраныс бар, сұраныс өте жақсы деуге болады. Бұның рекламасының бағасы, мысалы, егер топқа шығарсақ, бір апта топта тұратын болса, 1200 теңге тұрады. Ал егер турбо продажа деген бар, объявление шығарасыз, ол өтіп кетуге былай айтқанда 40-60% көмектеседі. Бірақ ол менде 4000 теңге тұрады, ол турбо продажа. Сол үшін мен қазір өзім 1200 теңгеге жіберем, быстрый продажа дегенге. Топта 7 күн тұрады, 3 күн списоктың үстінде тұрады. Қазір мен OLX-қа жарнама салу процесіндемін. Мен өзім айтқандай өзім велик сату бизнесін қолға алдым. И қазір мен жарнама беріп жатырмын. Суреттерін салдым, описаниясын жаздым. Описаниясы орысша, себебі қазір таңда орысша негізі сұраныста. Бағасын жаздым, категориясын жаздым, өзім велосипед, новый состояние, номерін қалдырып кеттім. Енді тек қана опубликовать етсем болды. Және сонымен қатар бұл жерде реклама деген батырма, яғни жарнама беру барысында мен платныйын таңдаймын, ақылы жарнаманы таңдаймын. Себебі бұл топқа шығуға өте көп үлесін қосады, сол себепті. Құрмет көрермендер, біз алмаздықтарға жалпы 1 сағат уақыт береміз. Оның 20 минуты қазір онлайн саудаға кетті. OLX-пен бұлар жарнама жіберді, клиенттермен сөйлесті. Қазір біраздан кейін нәтижесін білетін боласыздар. Ал қазірге офлайнға әр қатысушыға, әр алмаздыққа 20 минуттан уақыт береміз. Маска сататын болады. Бұның масканың өзіндік себестоимости дейді, өзінің бағасы 150 теңге. Және де бұл кісілер офлайн 300 теңгеден сату қажет. Қазір көптеген көрермендер айтуы мүмкін, неге қосып сатып жатсыңдар, неге қазаққа қазақ
сонша қымбат сатып жатыр деген секілді. Алдын ала жауап берейік. Біз офлайн бұл кісілерге жай ғана өзінің қорқынышын жою үшін, және де 100 отказ дейді ғой, бізде сондай бар, 100 отказ деген бар. Соны алу үшін бұл кісілерге жай сынақ ретінде өзі сата ала ма, және де клиентпен сөйлесе ала ма, соны көру үшін біз сатып көрейін деп жатырмыз. Бұны арзан қылып сататын болса, тез сатып кетеді. Сол үшін 300 теңгеден сатуға тура келеді. Ең алғашқы бізде қатысатын бұл кісі атыңыз қалай еді? Бақтыгүл апайымыз қазір бізге маска береміз. Мына жақта бізде 25 маска. Мынау бізде 1000 теңге, мынау 300 теңге. Қанша сатасыздар? Общий суммасын айтамыз. Барлығы сатып, өзара сатып болғаннан кейін ең сонда рейтинг шығаратын боламыз. Ең көп сатқан офлайн және де онлайн тұрғыда ең көп сатқан кісі бүгінгі күннің жеңімпазы болады. Кеттік па? Иә. Кеттік. Мін. Біз скрытый камерамен түсіреміз. Здравствуйте, можно вас? Я за вас... Здоровье, я переживаю. Вам придется вот это купить. 300 тенге, пожалуйста. Вам придется вот это купить на 300 тенге. Да? Салим, маска у вас там. Здравствуйте. Маска берем. Да? Хорошо. Тегін емес, 300 тенге. Жоқ. Сәлем девушка. Маска аласыз ба? Сол ғой, 100 адам жүр, бірақ та 100 адам маска алмайды да, бәрінің маскасы бар. Есік қаласында тұрам, Байгенжева Бақтыгүл. 83 жылым. Бизнес бастауға, өз кәсібін бастаймын деп ниеттеніп келдім. Повар болып жұмыс жасап жүргеніме 7 жыл болды. Негізі менің оқуым общий медсестра дейді, дәрігерлік. Бірақ та оны істейін десем, бізде есікте зарплата өте аз, 50 мың, 60 мың теңге. Маған ол жетпейді. Карантинде жатып, өзім бәрі ақылды болып кеттік қой. Пельмен жасап, сатып, магазинге өткізіп, манты жасап, түйіп өткізіп, содан кішкене ақша табыс таптым. Ең жаман дүние бұл жұмыс істеп жүріп, 4 қабырғада отырып қалған екен. Кәдімгідей үйге сыймай, анаумен айналысып, мынаумен айналысып, маска тігіп, бәрін көрдім, сөйтіп ойланып келдім де бизнес бастау деп неден тердім, ютубтан сол шықты. Содан кейін мен сол күннен бастап ютуб қарадым, сала таңдауға қарадым, нөлден қандай бизнес бастайтын, бәрін тексеріп, отзывына қарап, осы жерге келдім. Қазір мен тамақ сатып жүрмін, обед заказ алам. Сол обед 800 теңге десек, мысалы, второй тамақ, оның ішінде салаты бар, компоты бар. Менде условияда жоқ, біреудің кухнясына жасап келіп, соны жасап жүрмін қазір. Отбасылық жағдайым, бір ұл бір қызым бар, жалғызбасты анамын. Құдайға шүкір, ешкімнен государстводан ақша алмайым, баламның әкесінен ақша алмайым. Мен өзім жалғызбасты ана болып, 2 ұлым мен қызымды асырап отырмын. Қазіргі табысыма бала-шағам ырза. Жалғызбасты аналарға қарап отырса, мен айтам, өмірге қиналысқа сынып кетпеңіз. Самое главное, өзіңіз егер әкенің орнына, шешенің орнына ақша табамын, табандылық танытамын, жауапкершілік мойнымда менің, бала-шағамды жеткіземін, қолымнан келеді десеңіздер, осы жерден кәсіп жасап ақша табуға болады. Самое главное, орысша кете береді. Ниет болса болды. Айналайын, рахмет. Жоқ, күнге кеттім. Екінші мен болып шығам. Жаңағы масканы сатып көреміз. Кеттік. Ага, пожалуйста, давайте брюсін аламыз. Чисто саласыңдар ғой. Маған не керек қой? Сіздер не маска алмайсыздар ма? Маска. Запасной. Запасной болады, әлі карантин ұзаққа созылады. Ертең маска таппай қаласыздар. Біреусін алды 750-ге. Негізі 1000 теңгені сатады. За 700. По 500 теңге заходите, там. Все, давайте заберем. Давайте. 500. Мынау 300 теңгеден, мынау 700-ден тканевый. Жуып кие бересің. Саламатсыз ба? Маска керек емес па? Ол тек 2 сағатқа шыдайды ғой. Компания емес, өзіңіз.
кімді Этот алмайсыздар ма? Маска керек емес па? Алмайсыздар ма? Мың теңгеден. Иә, бар. Рахмет. Сау болыңыз, ауырмаңыздар. Аға, ткани многоразовый жуып кие бересіз. Запас аға. Аға, карантин созылады, әлі керек болады. 3-4 мен тұр, маскым тұр, шын айтам. А, жуып кие бересіз скидкамен, жетірсін. Машинада 3-4 киіп жатыр. Ладно, рахмет. Есімім Қайсар Айгерім, жасым 21-де. Магистрантпын, бірінші курсты осы жылы аяқтадым. Негізгі мамандығым геолог. Бірақтан өзім таңдап түскен мамандық емес, сол үшін пока жұмыс істеп жатқан жоқпын мамандығыммен. Осы күнге дейін әртүрлі жерлерде жұмыс істедім. Там продавец болып, салонда солай ақша тауып жүрдім. Мен мысалы айтатын едім, мектепте оқитын, мектеп бітіріп жатқан түлектерге бізге мектепте оқып жүрген кезде былай айтады ғой, типа НТ-ні тапсырсаң, жоғары балл алсаң жақсы оқуға түсесің, болашағың болады деп. Мен айтатын едім, НТ-дан құлап қалсаң да ештеме етпейді, мысалға да. Жоғары балл алмасаң да ештеме етпейді. Мен ойлаймын, 4 жыл мен уақытымды бекерге өткізген сияқтымын деп. Мен өзім неге тігінге жақынмын, тіккен ұнайды, құрақ, көрпелер, қыз жасауын жасап, сонымен айналысқым келеді да. Карантин уақытында осы Инстаграмдан Ахметбек ағайды бірінші көріп қалдым, Инстаграм. Сөйтіп, Ахметбек ағайды бірінші қарап жүрдім. Таңертең ерте тұрады, соның видеоларын қараймын, мотивация алып сөйтіп жүрдім. Кейін осы нені көрдік, бизнес бастауды. Қасымда сестренкам болатын, екеуміз күніге қараймыз бизнес бастаудың видеоларын, ютубтағы видеоларын қараймыз, миллионерлер үйін қараймыз, сөйтіп қызығып жүрдік. Бір күні осы карантинге байланысты скидка деп шықты. Тек осы күні мына уақытқа шейін скидка болады деп. Сол кезде үлгеріп қалайық, осыған қатысайық деп, шынымен ниеттен сол кезде шешім қалды, карантин уақытында қатысамыз деп. Осы Алмазға келіп, орта таптым, көп достар таптым, ағайдан көп мотивация алдық, табанды болу керек, қандай бір, мысалға мен айтпаймын, осы жаққа келдім, сразу бизнесін бастап кеттім, қазір мынанша ақша тауып жатырмын депші. Өйтіп, ондай ақша пока әлі тауып жатқан жоқ, бірақ сенімдімін да, мен табатыныма, әлі өзімнің бизнесімді қолыма алып бастап кететініме. Негізі мүмкіндік негізі көп. Просто соны өзіміз дұрыстап қолданбаймыз. OLX-тің өзімен ақша табуға болатынына көзім жетті. Негізі ойыма да кіріп шықпайтын бұндай нәрселер. Мен ойлайтын, бизнес бастау ол, мысалға, просто айтайық, бір затты оптым алып сату болса, ойлайтын, қалтында мынанша ақша болу керек, соның барасында бәрін сатып аласың, сөйтіп барып сатасың деп. Негізі ондай емес екен. Бірінші рекламадан бастайсың, реклама жібересің, көресің, заказ келіп жатыр ма. Заказ келіп жатса, барып оптым сататын адамдармен келісіп, бүткіл затын алып кетпейсің, бір-екі затын аласың да, өткізіп, тағы солай. Мен маска алдым, мен үшінші болып бастаймын. Бастап кетті. Саламатсыздар, қыздар, маска алмайсыздар ма? Тағы қойшы маска. Бір ойын ойнайсыздар ма? Егер қазір сөйлей бастаймыз, егер мен отырсам, сіздер бір масканы сатып аласыз, отырсам, сіздер бір желанияңызды орындаймын. Отыр, билет, секір деген. Кестік па? Сатып ал, естейсің. Надо көп қолына. Через каспи лақтырсаңыз да болады. Екі теңге. Болды, рахмет. Тұтып ба? Бар 300 теңгеден. Бұнда да пара жатырсың. Камень, ножницы, бумага, игру вы знаете? Тюльпан.
Давай сделаем, если 3 раза сделаем, если я проиграю, ваше желание сделаем. Вы мне желание скажете, танцуй, пей, там, отжимания сделай. А если я выиграю, вы то в Москву купите за 30 тенге. А? Чё вам тебе? Давайте. Ол бұрындағы қарайтын бастамайды ғой. Қазір аптекаға барыңыз. Жоқ дегенде бар ғой, 180 теңге аласыз. Жоқ дегенде. Еще пашкамен общий маған. 70 теңге деймін аптекада. Білмейсіз бе не? Қызық? Қара, қайсы? Сулифа. Сулифа. 1-0. Сулифа. 2-0. Дұрыс қой, қайсы ана парақ кеседі, дұрыс па? Міне. Мынандай ғой, бүйтіп былай айтты. Сулифа. Проиграю. 671. 60. 09. Менің есімім Мұсымақұл Шыныбек болады. Мен Тараз қаласынан, жасым 20-да. Осыдан 3 апта бұрын колледжді бітірдім. Оқыған мамандығым токар фрезеровщик. Енді ол мамандыққа өзім түсем деген жоқ. Енді үй ішім айтқаннан кейін болашағы бар мамандық қой, кішкене ақша таба аласың кейін деп соны айтты. Мен бірақ қызығушылық болған жоқ оған. 20 жаста үйді асырау себебі өйткені мысалы менің әкем 11 жаста қайтыс болған, 4 жыл ол кісі ауырды, рактан ауырды. Одан кейін менде ағам әпкелерім бар, енді олардың өз семьялары бар, бөлек кетіп қалды. Менен кейін інім бар. Ол енді 18-ге толды ол бала. Енді бірақ ол балаға көп не істей алмаймыз. Сол үшін үйде былай айтқанда қазір үлкен мен болып тұрмын. Бір анам бар, анамды өзі ауырады, аварияға түскен. Аварияға түскеннен басынан терезенің шишалары бар, солар қадалғанда. Содан кейін тамырлар қысылып қалады. Мысалы, мамама қатты қуануға болмайды, қатты мысалы көңілге түсіп кетсе де ауырады. Содан жүрегі слабый. 2 рет инсульт алды. Мен дәл қазір өзім мебельден айналысам, мысалы палеттен мебель жасаймын өзім. Онда цех деген ештеңе жоқ. Енді үй жақта енді болады, әркім енді бір болгарка жатқан шурупобер болады. Сонымен алып құрап отырған өзіміз қолдан одан ешқандай цех ештеңе жоқ. Ал мен енді өзім қазір заказ көп түсіп жатқаннан кейін цехтармен сөйлесіп жатырмын. Бір күні ойладым, өйстіп жүре берсем не болады? Қашанғы біреуге жұмыс істеп жүре беремін. Әркімге жалдан жұмыс жоқ былай айтқанда шаршадым бар ғой, өйткені қайтсам болады. Өз билігің өзіңде емес, біреудің қас-қабағына қарап өмір сүріп кетесің де. Сөйтіп жүрмін, соны бір күні осылай шештім, осыға келем деп. Сонымен сол шешкен бойынша осыға келдім. Енді мен сынсам, мамам қиналып қалады былай айтқанда ше, өйткені бір отбасы кәдімгі бір семья маған қарап отырды. Маған сынуға никак болмайды былай айтқанда. Алмазға келіп, өмірім айтып қайтып 180 градусқа ауып өзгерген сияқты. Мен баяғыда ойлайтынмын осы бір тірлік бастау, бірдеңе істеу деген ой, бір қиын нәрсе сияқты. Енді бір бизнес басы білмеймін, қаяқтан тауып алатын, оған таныс керек, анау керек деп ойлайтынмын. Қайтсам бәрі оңай нәрсе екенше. Яққа келіп үйретті, спикерлер бәрін көрсетіп жатыр бізге, орта пайда болды. Бәрі алға сүрейді да, содан кейін өмірімді өзгеріп, мысалы мен баяғыда біраз нәрсе уайымдап жүретін, кейде депрессияға түсіп кететін жағдайда болады. Қазір енді ол жағын басқа жағынан қарайсың да, бәрі болатын нәрсе, болмайтын нәрсе жоқ, бәрі қолдан келеді. Айтқанда адам істеген нәрсені адам істейді. 4-ші қатысушы маска негізі қазір керек та, қазір денсаулық важнее деген секілді. Сол маска алып жүрсеңіз біреуін, или екеуін үйдегілерге. Саламатсың ба? Привет, привет, привет. Маска негізі 2 сағаттан кейін типа тауға болмайды ғой. Соған артық ала алмайсың ба? Маска. Берете? Они очень дешевые, серьезно. Эти по 1000, но они дышащие и бамбуковые. Короче, мынандай маска бар да, біреу ғана қалды. Бәрі алып қойды да, 10 бар еді, біреу ғана қалды. Соңғысы ала салыңыздаршы, серьезно. Дышащий күшті, еще әдемі тұрады. Қазір модада ғой, трендте ғой, қара деген ше. Ойланып көріңіздер, серьезно. 1000 теңгеден, но арзан интернеттен іздеп көріңіз, арзан таппайсыз, серьезно. Материал да күшті. Ойланып көріңіздер. Уже біреу ғана қалды. Давайте 1000 жанға беріңіз. Ладно. Нормально, жарасама? Да, түсірсең. Я. Вот, все, красавчик. Да, одет. Артық şeyde керек қой. 2 сағаттан артық тағуға болмайды ғой деген секілді. Прикол ұстап отыр менен.
кейін жаза бересің, серьезно. WhatsApp-та. Номеріңізді ашып 707 877. Да. 300 тенге. Всего лишь. 300, всего лишь. А что так дорого? Ну, Каска есть у вас? да, вот. Реально, почему так дорого? Не знаю, вот такая цена. Bir секунд қана шығатын секілді. Так, айтып тұрмын менде бір иіс. Жоқ, нормально. Мен не... Қазір... Кешірім сұраймын, өтініш. Барлығына сәлем. Менің есімім Берік Дариға. Мен Шымкент қаласынан, Қазығұрт ауданынан келдім. Мен Шымкент қаласындағы Назарбаев интеллектуалды школасында оқимын. Ең біріншіден мен ата-анам өзі кәсіппен айналысады. Әкем де, анам да кәсіппен айналысады. Сол ата-анама қызығып, негізі, өзім де кәсіп ашқым келді. Кәсіпке деген бизнес саласына қызығушылығым артты. Досым ұсыныс тастады, ал осы жерге барайықта деген секілді. Мен басында өзім нерешительный болдым да, қорқтым, мүмкін бұл лохотрон шығар, или бір болады ғой, алдып кететін бір сондай ұйымдар шығар деп ойладым. Бірақ сол бір күн қалған кезде папамнан сұрадым, барайыншы деп. Бар деді. Айтып тұрмын менде бір иіс. Велосипед сату OLX-те. Өйткені қазір велосипедке сұраныс көп екенін көрдік. Алмазда үйренген құралдармен сол кәсібімізді бастап кетейін деп жатырмық. Құдай қаласа жақсы табыс табатын шығармыз. Не үшін реалити шоуға келдім? Реалити шоуға негізі өзімнің жаңағы сенімсіздік, қорқыныш, осы былай істесем дұрыс емес болып қалады екен деген секілді күмәндардың барлығын жоқ қылу үшін келдім десем де болады. 17 жастағы қыздарға айтарым, негізі былай жүре бермеңдер. Жүре бермеңдер дегенде, дұрысқа оқумен оқыңдар. Оқып тастап кетіңдер, ананы деп айтып жатқан жоқпын. Жүрмегенде уже қазірден уже болашақтарында ойландар деген ғой. Сол кезде болашақта қиналмайсыңдар. Болашақта мен әлі болашақ болған жоқ. Мен әлі үлкен болған жоқпын әрине, бірақ сенемін да, болашағым бір жарқын секілді көрінеді өзіме. Сол үшін егер қазірден бастап өздерінің болашақтарында ойлап, не істейсіңдер, қандай жолда жүресіңдер, соның барлығын уже қазірден ойластырып қойсаңдар, өскенде тек қана өздерінің рахаттарына өмір сүресіңдер. Жақсы, қорытындылайық. Бүгін алмаздықтар екі форматта бизнес жасады, біреу офлайн, біреу онлайн. Әрқайсысына 20 минуттан уақыт бердік. Онлайнға 20 минут, офлайн жасағанға 20 минут, общий 40 минут болды. Енді нәтижелерін көрек, онлайннан қанша ақша тапты, және де офлайннан қанша ақша тапты, қаншалықты айырмашылығы бар, не үйренді, не түйді. Бүгінгі конкурстың, бүгінгі жалпы жарыстың жеңімпаздарын анықтайық. Онлайндағы жеңімпаз, офлайндағы жеңімпаз. Енді кезек-кезек. Офлайннан қанша ақша таптың? Офлайннан 2800. 2800 маск саттың, қанша маск саттың? Так, 4. Онлайннан, короче, 3 заказ түсті. Таза маржасы өзіме 10 000 теңге. Не саттың? 3D ручка. 3D ручка OLX-қа салып, 20 минутта 3 заказ түсті, қашан апарып бересің? Ертең азанда. Офлайннан, онлайннан бүкіл нәтижесі шықты. Мына жаққа общий сумманың қазір барлығын есептейміз. Сосын артықшылықтар айтайықшы. Офлайннан, онлайннан қандай артықшылықтары бар? Және де бүгінгі жарыстан не түйдің реалити шоудан? Негізі онлайн жақсы. Я чем офлайннан? Офлайннан отказ көп аласың да. Бетпе-бет барып сұрайсың. Былай жаман қарайтын бар, жақсы қарайтын бар. Негізі онлайн жақсы. Бірақ не қай жағынан көмектесті офлайн? Отказ алдың ғой бүгін көп? Отказ алудан қорқпайсың. Уже қай адамға қалай сөйлеу керек екенін кішкене былай. Подходтар таптың. Подход табасың.
Қандай қызық болды ең ішіндегі саны саған ұнаған? Маған анау қызық болды. Бір адам маған қарап, типа күніңді осылай көресің ба деген сияқты айтты да. Сол кішкене қызық болды. Күніңді маска сатып көресің ба? Масканы өзің тігіп сатасың ба деп. Сондай қызық болды. Шыныбек бағана подход таптым деп жатыр ғой. Ең самый подход тапқандардың жігіттердің бірі осы. Жас қыздармен, кішкентай қыздармен общение сөйлесіп, ойындар ойнап, әйтеуір амалын тапты. Қанша таптың? Енді мен 800 теңге таптым, шах маска саттым. Енді подход дегенде былай ғой. Егер сулипа істейміз, сулипа ойыны бар кәдімгі. Сол ойнаймыз, егер ол ұтса, маған желание айтады, бір желание мен оның любой бір желаниесін орындап беремін, билей секір деймін. Ал егер мен ұтса, менен маска сатып алады. Енді 4 рет ойнадық па. Біреуінде де ұтылған жоқпын ба, бәрін ұтып шықтым. 800 теңге алдым. Не алдың, не түйдің? Не түйгенде бұда офлайнда, мысалы адаммен бет-бет кездеседі, кішкене сөйлеу жағынан мәнер болу керек. Любой адамға сатуға болады, просто ыңғайын тапсаң болады екен. Соны түсіндім мен. 20 минутта 800 теңге таптың. Саған 10 мың теңге табуға қанша уақыт керек еді? 20 минутта 800 теңге таптым, егер мен ойлаймын бір 3-4 сағат болса табуға болатын еді так. Енді қызық келе жатқан едім ол кезде. Жалпы кеңес бермейміз негізінде. Арбатқа барып, маска сатып, немесе басқамен айналысуға. Бірақ біз не дәлелдегіміз келді? Аз уақыттың ішінде, 20 минуттың ішінде онлайнның өзінде кемінде 10 мың теңге немесе 5 мың теңге табуға болады екенін, және де офлайн 20 минутта самы ең аз маржамен біз мысалға масканың өзінен әр сатқан кезде 150 теңге ма маржа көресің, пайдасын көресің да. Соның өзінен жап-жақсы ақша табуға болады екенін дәлелдегіміз келеді. Көбісі айтады, жұмыс жоқ, анау кінәлі, мынау кінәлі. Қысқасын айтқан кезде көріңіздер, сатып көріңіздер. Қазір OLX бар, интернет бар, сайт бар, таргет бар, барлығын көріңіздер, жасап көріңіздер. Сол кезде бәлкім пайдасын көре жатқан кезде, енді кішкене ақшаның дәмін көрген кезде сіздерде желание ашыла түседі. Осы туралы қазір Шыныбектен алып кетейік, содан кейін барып басқалар айтып береді жалпы ақшаның дәмін көру дегеніміз не екенін. Шыныбек, онлайннан қанша таптың? Онлайнға 20 минутта объявление салдым. Сол маған екі адам звондады, соның біреумен сөйлесіп келісіп қойдым. Қазір Замерге барам. Ол кісі 3 диван, бір столға заказ берді. Менің бір диваным 13 мың теңге тұрады. Сонда 3 диван 39 мың теңге, стол 8 мың теңге, получается 47 мың теңге. И олар обязательно скидка сұрайды, сонымен 45 мың теңге болады. Ол 45 мың теңге доставка бәрін алып тастағанда маған таза қалатын 23 мың теңге алады. Пайда. 20 минуттың ішінде. 23 мың теңге. Ол қаншалықты өтірік, рас, біз қалай дәлелдейміз? Менде ол кісінің қазір маған жіберген адресі бар. Телефонмен сөйлесті, және де мына жаққа адресін жазып жіберді. Қазір осы адресқа барады, 20 минутта енді ештеңеге үлгермейтіні анық. Дегенмен де қазір Замерге барады, жасайды, ертесі күні ақшасын алатын болады. Таза пайда 23 мың теңге 20 минуттың ішінде. Ахметбек аға айтады, Қазақстанда миллион табу оңай, ақшаның бәрі жерде шашылып жатыр, просто еңкейіп алу керек. Міне еңкейді бүгін 20 минуттың ішінде жап-жақсы ақша тапты. Сол, енді келесі Дариға. Дариғаны біз енді 17 жастағы қыз ойлағанбыз, басында сасқалақтап жүрді, кішкене қорқып жүрді, дегенмен ең көп тапқан кісі осы жан болды. 20 минутта 2900 теңге. Айгерім 2800 теңге тапты, Дариға 2900 теңге тапты. Бүгінгі күннің офлайнның жеңімпазы Дариға. Қалай болды? Рахмет. Өте қорқынышты болды, негізі басында. Өйткені мен ойладым, барлығынан қазір отказ аламын, потому что менде сөйлеу Кел. Айта тұрмын ғой, сол көп отказ аламын ба деп ойладым. Өйткені менде адамдармен личный подход жасау деген мен үшін өте қиын болды бастамаға. Әрқайсының көңілін табу, әрқайсына жеке подход жасау, оның барлығы сәл қиынырақ болды мен үшін. Алайда біреуін сатқаннан кейін келесінде уже сәл болсын бір сенімділік пайда болады екен. Сол арқылы жақсы. Онлайн бүгін ештеңе сатпадың, Онлайн 0, офлайн 2900 теңге. Онлайнға енді тапсырыс беріп жатыр, бүгінгі тапсырыс берді, бірақ нәтиже көрсетпеді. 20 минутта таза пайдасы 2900 теңгеге зат сатты.
қысқасын айтқан кезде онлайннан нәтиже жоқ, бірақ алдағы уақытта жақсы болады деген сенімдеміз. 17 жастағы қыз ортамызда Алмазда оқып жатыр. Егер де балаларыңыз, қыздарыңыз болса, мектепте оқитын болса, міндетті түрде мектеппен қосымша Алмаз курсында алып жүргені дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені маркетингтен хабары болады, жаңадан шығып жатқан құралдарды білетін болады, орта табатын болады. Қысқасын айтқан кезде уақытын бекерге және де бос кетірмейтін болады. Оның үстіне сіздерге пайдасын ата-анасына бизнес жасап ақша алып келу мүмкіндігі бар. Қысқасын айтқан кезде Алмаз курсына шақырамыз ба? Шақырамыз кетті. Енді сіз бүгінгі онлайнның жеңімпазы қанша табыс? Мен ет заказ алдым. Мына жерде адрестері тұр. Әр килограмм етке 700 теңге, 1000 теңге пайдасы бар. Мына жерде 10 килограмм говядина деп тұр. Мына жерде тағы қазы, қарта заказ берді. Осылардың бәрін бүгін бір доставканы жасадық, одан 4000 теңге пайда таптық. Қызыңыз жібердіңіз, мен өзім қызым жібердім. Одан 4000 теңге пайда. Ол қалай болды? Ол бұлай болды. 20 минут басталған кезде бұл кісі OLX-қа жарнама берді. 15 минуттан кейін ба, ең соңына қараған кезде тапсырыс түсті. Содан кейін барып бұл кісі қызына звондатты, апарып берді. Доставкасын апарып берді. Ал бұл кісі бізбен ары қарай офлайн түрде сауда жасай берді. Соның нәтижесінде таза пайда жалпы қанша сума ақша таптыңыз? Бүгінгі тапқан табысымыз 7000 теңге бір заказдан. Бір заказдан қанша заказ жасадыңыз? Енді ертеңге бір балкон, сосын замерге барады. Одан бір жоқ дегенде скидка сұрағанда 70000 теңге пайда табамыз. Ол бүгінгі түсте? Иә, бүгінгі түскен. Бүгінгі рекламадан кейінгі. Таңертеңгі рекламадан кейінгі. Қанша пайда? Не? Жалпы пайдасын тек майдасын емес, жалпы қанша сумаға ақша заказ алдыңыздар? Ол негізінде 190 мың болады. Сатып алу, установка жасау, іске жұмыскерлерге бергенде маған 70000 теңге қалады. Етті қосқан кезде қанша болады? Ет 57 мың болады. 57 мың. 20 минутта таза пайда 57 мың теңге. Осылай, енді бәлкім сенерсіздер, бәлкім сенбейсіздер. Осыған дейін біз 4 сағаттық пайда жасадық, 1 сағаттық пайда жасадық, және де 1 күндік. Ақша қай жерге алады? Алдым деген ақша. Апай заказды апарып бердім, ақшаны алдым, 9600 теңге дейді. Міне, сенбесеңіз уақытын көрсете аламыз. Міне, сағат 4-те, бүгін қай күн? Бүгінгі күнді көрсетейік. Бүгінгі адрестері бар. Міне, сегодня деп тұр. Көрдіңіздер ғой? Жалпысын айтқан кезде, бүгін тапсырыс берді, бүгін заказ қабылдады, ертең ақшасын алады, және де еттің ақшасын алып қойды. Қысқасын айтқан кезде, 20 минуттағы пайда 57 мың теңге. Сол, не айтамыз енді? Осымен біздің бағдарлама реалити шоу осымен аяқталды. Екінші кезеңі бүгін офлайн, онлайн түрде 2 форматта сауда жасады, және де соның нәтижесін көрді. Енді сіздерге ештеңке артық айта алмаймыз. Егер де Алмаз курсына қызығушылық танытып жатсаңыздар, міндетті түрде танытуларыңызды сұраймыз. Себебі өте қызық орта, және де көптеген реалити шоулар болады. 8 құралды үйреніп шығасыздар. Спикеріміздің 30 жылдық тәжірибесі бар, Ахметбек Нұрсила сабақ береді. Қысқасын айтқан кезде өте керемет орта табатын боласыздар. Алмаз курсына шақырамыз. Қатысқыларыңыз келсе, телефон номерлеріңізді қалдырыңыздар, міндетті түрде хабарласамыз. Осымен реалити шоу аяқталды. Бизнес по коронавирус. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.